қазір шығуы мүмкін, әрине. Қорғаушылар. Біз балаларды іріктеп аламыз ғой. Таңдап аламыз ғой. Солардың арасынан күшті қылып шығарамыз ғой дейді. Олар қайда кетіп жатыр, сосын іріктеп шығарған балаларың. Шетелге кетіп қалып жатыр бәрі. Қараңдар статистиканы. Күшті салып, шетелге оқытасыңдар ма, шетелге барып қызмет етсін деп. Бізде қалатындай болу керек ол. Жас өспірімдер өсіп келатқан. Іріктегенде қалай іріктейсіңдер? Осылай адамдар балаларын оқытып, дайындап сіздерге бергеннен кейін іріктеп аласыңдар ма? Сонда не басқа балалар не? Ондайға лайықты емес па? Сол үшін де қазір мектептен бастап оқыту керек. Сондай анандай ништің программасын да кіргізу керек. КТЛ-дың да программасын, мынау алда жүрген мектептердің программаларын кіргізу керек. Біздің мынау ұстаздарымызды сондай деңгейге жеткізу керек. Біздің қоғамымыз сонда ғана дамиды ғой. Мынандай да емес. Өтірік нәрселерді беріп, түкке керек емес пәндер бар ішінде, білесіңдер ме? Дұрыстап қарасаңыздар. Даже болса да, керек болса да, оның сапасы жоқ көбісін. Өтірік емес шын, міне олымыз мінекей. Шүкір грантқа түсті. Өзіміз оқытып оны мынау НТ-ға дайындадық 2 жыл бұрын. НТ-ға дайындамасан қайдағы грантқа түскен? Оның бәрін қаражаты жете ме дайындауға? Бәрі ақылы. Еще ақылы болған кезде ол аз ақша емес, ай сайын төлеп тұруға. 100-ден астам төлеп отырасыз. Сол білім министріне қатысты айтып жатырмын мен мынау. Білім салада жүрген, ағайындарға. Неге сол сұрақты көтермеске? Депутаттар неге сол сұрақты көтермеске? Көтеріп, сол біздің болашақта емес пе? Осы жас өспірімде ғой біздің болашақтың, Қазақстанның болашағы. Сол білімнің арқасында ғана біздің Қазақстан қоғамымыз дамиды. Егер өйтпесек, кім болады? Мына правящий адамдармен ғана, мына құлдар ғана болады, болды. Әрине түсініп отыр, құлдар ғана керек екен біреулерге. Алысқа кетпейміз бұлай. Біздің болашақ, өсіп келатқан жас өспірімге өте сапалы білім керек, білім жай емес. Оценка ғана, анандай, баға ғана жұмыс істейтін. Сосын көз бояушылықты қойыңдар. Бәрін көріп жүрміз ғой. Мектепте қандай беріп жатқан білімдеріңді.